Сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де, ақша өмірде көп нәрсе өзгерте алады. Әрине, ақша біздің барлық мәселелерімізді шешпейді, бірақ ақшаның жоқтығы бұл жақсы идея деп айта алмаймын. Бізге мысалы ақшаның болуы әртүрлі адамдармен таныстық, немесе қызықты жерлерге бару, өзіміздің идеямыз бен қабілеттерімізді дамытуға мүмкіндік беретінін мойындау керек. Көбінесе жалпы біз адамдар өзіміздің әдемі емес өмірімізге осы қаржылық жағдайды кінәлаймыз. Себебі ақшаға ие болу, еркін және тәуелсіз өмір сүру деген екі ұғым бұл тең. Әрине, қаржылық еркіндікке жету бұл оңай жұмыс емес. Просто деп ешкім бай болып кете салмайды. Қиын, относительно қиын, бірақ ақша мен проблеманың болуы, вообще галяк дейді ғой, галяктың болғаны бұл одан да қиынырақ. Салыстырмалы түрде естеріңізге алыңыздар, финансымен проблема болған кезде. Состояние порожняк, не самое лучшее чувство дейді ғой, яғни даже еске алғанның өзі, ол состояниеда болғанның өзі вау емес. Ал енді сіздер не таңдайсыздар? Қаржылық тәуелсіздікке жетіп, пахат етіп, қиналғанды ма? Әлде порожняк боп, галяк боп, әрдайым ақшаң жетпей жүріп қиналғанды ма? Мен пахат етіп қиналғанды таңдаушы едім. Қаржылық сауаттылықты арттырып, ақша табудың, өміріңді тәуелсіз қылудың қиындығы бұл әлде қайда жеңілірек. Окей, келісесіздер деп ойлаймын. Ал енді мынандай идея. Сіздің қаржылық деңгейіңіз сіздің сенімділігіңізге тең. Ол қалай? Мысалы, қаржылық деңгейі төмен адам, скорее всего, өзіне сенімсіз. Скорее всего, ол мүмкіндіктерді көрмейді айналасындағы. Скорее всего, ол белгілі бір өзінің потенциалын, қабілеттерін дамыта алмайды, рискке бармайды, тәуекелге бармайды. Сондай идея бар. Жалпы бай болу мен өзіңе ұнамайтын жұмысты жасау деген ол екеуі бір-біріне келіспейтін идея. Ақша аз табатын адам, ол өзіне ұнамайтын жұмысты жасауға мәжбүр. Мен әлі өзіне ұнамайтын іспен айналысып, байып кеткен адамды өмірде көрген емеспін. Ең басты ключевой зат бұл жерде өзіңе ұнайтын істі қалай ақшаға айналдыра алуды білмеу деген бір проблема бар. Окей, осы проблеманы шешіп көрейік. Кез келген мәселені шешпес бұрын оны кішкене асқындыру керек. Яғни бар екенін мойындау керек. Ал ол үшін мына біреу статистикаға қарап көрейік. Ғалымдардың айту бойынша біздің өміріміздің 3-тен 1 бұл неге ұйқыға кетеді. Окей, бұнымен келісеміз. Ал ұйқыдан да көп нәрсе қайда кетеді? Әрине жұмысқа кетеді. Егер де мынандай бір 10 бөлшекті алатын болсақ, соның 7-еуі жұмысқа, яғни ақша табуға кететін біздің вниманиямыз, энергиямыз, назарымыз. Қалған 3-еуі бұл қарым-қатынас, қоғам, демалыс, бір хобби болуы мүмкін, одан кейін, яғни әлеуметтік бір жұмыстар, саясат деген сияқты заттар. Окей, енді өзіңіздің, өміріңіздің жәнегі 10-нан 7-сін ұнамайтын іспен айналысып жүрсіз. Қалай идея? Қалай сізге осындай реальность? Ұнамай ма? Ұнамаса, онда бұндай жағдайға түсудің бірнеше себептері бар. Бұл себептерді мен өзімнің тәжірибеммен бөлісіп сіздерге ашып көрсетіп берейін. Мысалы, мені көпшілік Ха-Ха-Шоу жобасынан біледі. Ха-Ха-Шоу менің сүйікті ісім, кейін хоббиім жұмысқа айналып кетті. Окей? Барлықтарыңызда, білмеймін, сіз немен айналыссаңыздар да, видео түсірсеңіздер де, дизайн жасасаңыз да, сурет салып жүрсеңіз де, КВН ойнап жүрсеңіз де, бір моментте сіздердің сүйікті хоббиларыңыз кәсібіңізге айнала бастайды. И сол кезде барлық қызық басталады. Бізге Ха-Ха-Шоуда бір ары қарай күшті медиа жоба болып дамып, соның айналасында бренд құруға бізге не жетіспеді? Әрине білім жетіспеді. Мысалы, мені көбісі Вайнер, прикольный бала, және де Ха-Ха-Шоу деп біледі. Бұл менің репутациям, позиционированиям, бұл осындай бір атқа ие болдым. Мен Вайнер деген атқа ие болдым. Неге деген сұраққа келетін болсақ,
Бұл жерде тағы да не жетіспеді? Бізге білім жетіспеді. Бізге ұнады Вайн түсірген, прикольно, күшті, бірақ егер де оны стратегиялық түрде қарайтын болсаң, немесе маркетинг жағынан қарайтын болсаң, біз сразу контент түсіріп кеттік. Кішігірім маркетинг бойынша ақпарат. Бірінші позиционирование болу керек. Кейін сол позиционированияны тану керек адамдар тобы, яғни целевой аудитория деген ұғыммен прям зерттеп досконально отыру керек. Одан кейін не түсірем осы аудиторияға жаңағы позиционированиямен деп, одан кейін қалай оны көбірек адамға таратам, продвижение деген сияқты осындай логика болу керек. Бірақ белгілі бір таңда бізде бұрын ондай логика болған жоқ. Сондықтан да ешқандай адам ойланбады. Так, Ақсұлтан ақылды бала, онымен белгілі бір сұрақтармен ақылдасуға болады деген сияқты. Менің барлығы білетін атым Вайнер, прикольный бала болды. Неге? Себебі бізде маркетинг бойынша фундаментальный білім болған жоқ. Келесі нәрсе, мысалы мынандай кейс, бізден жарнама алушы хабарласады, жарнама қанша тұрады деп сұрайды, мен оған 5000 деп айтам. Ол кісі сұрайды, $1 ма деген сияқты. Яғни бұл жерде не? Бұл жерде мен өзімнің өнімнің қанша тұратынын білмеу, нарыққа талдау жасамау, белгілі бір таңда сату жағынан ешқандай экспертностьтің болмауы, бұл жаңағындай бір ыңғайсыз, күлкілі, өмірден прикольный бір сондай жағдайдың болуына әкеп соқты. Бұл жерде тағы да білімсіздік. Немесе команда жинауға байланысты. Мен Вайнер кезімде өзім, ронинг дейді, стабилизатор, одан кейін түсіру бар, мен даже объектив қандай, переходниктар, барлығын өзім жасайтын. Монтаж, да Винчи, мен оны, мысалы, мынандай кадр болса, мынандай қылып, әдемі қылып, бояғанға дейін барлығын өзім істейтін. Неге? Себебі менде команда жинау, оны қалай жұмысқа алу, қандай баға төлеу, оның білімі бар ма, білімі жоқ па, тәжірибесі бар ма, жоқ па дегенді тексеру деген сияқты заттар болмады. Мысалы, бізде 2017 жылы біз Қазақстан ұлттық арнасында кино өткіздік. Түнгі сағат 12-де біздің жаңа жылдық фильміміз шығу керек болды. Және де не болды? Біз сағат 5-те телеканалға өткізіп қою керек материалдар өтпеді. Ненің кесірінен? Біздің монтажер монтажды уақытылы жасамады. Яғни, ол жерде ана монтажерді мен жұмысқа алуым бар. Демек, мен найм дейді ғой, адамды жұмысқа алу. HR бөлімінде бірінші қателік жібердім. Екінші қателік, менде ешқандай бір менеджмент деген бөлімнен, саладан ешқандай бір білімім болмады. Дедлайн қою деген сияқты, оны қадағалайтын инструменттер ешқандай білім болмады. Соның арқасында мен ең соңында өмірге ренжіп, барлық видеографтарға ренжіп, бәрін өзім түсіріп үйреніп алдым деген сияқты. Банальный фрилансерлардың қателіктері. Ал қазір мен медиа кәсіпкермін, бізде White Label деген компания, әртүрлі брендтерге жарнама түсірумен айналысамыз. Жақында тіпті Малайзиядан офис аштық, ал ең бастысы барлығы системно жұмыс істеп жатыр. Кейбір жобалар менің вниманиямды талап етпейді. Өзгерістердің себебі не? Себебі әрине білім. Ал енді білім деген не деген сұраққа жауап беріп көрейік. Бірден бір себеп бұл білімсіздік дедік. Ал енді сол білім деген не деген сұрақты талқылап көрейік. Себебі бағана айтқан әрбір сала бойынша сіздерде тіпті түсінік болмауы мүмкін. Қайдағы HR, қайдағы финансы, қайдағы продукт, қайдағы маркетинг, қайдағы продажи, ты о чем деген сияқты бастарыңызда бір сұрақ, тіпті кейбір ақпараттар өмірлеріңізде бірінші рет келіп, жаңа ғана танысып отыруларыңыз мүмкін. Сондықтан, жалпы біздің білім алу деген функциямызға назар аударып, соны талдап көрейік. Шынымен де білетіндер мен білмейтіндердің екеуінің айырмашылығы өте көп, жер мен көктей. Енді келдік мяса ақпараттарға кеттік. Білім шкаласы деген бар. Шкала знаний орыс тілінде айтқанда, соны талдап көрейік. Жақсырақ түсіну үшін мен сіздерге сұрақ қояйын. Атыңыз кім? Оңай жауап беріңіз, прям деп жауап беріңіз. Хорошо. Қай қалада дүниеге келдіңіз? Оңай жауап бердіңіз. Ақсұлтан, Семей қаласы. Жасыңыз нешеде? Шағып жатсыз сұрақтарды,
яғни сіз білем деген деңгейде тұрсыз. Окей? Сұрақтарды сіз былай айтып жатсыз, шағып жатсыз, білем деген. Осы сұрақтың айналасында сізде білем деген деңгей бар. Яғни өзіңізді қалай сезінесіз? Мен спокойно, на лайте, на расслабоне, состоянием уверенный, сенімдімін өзіме. Ақсұлтан Семей қаласынан 26-дамын деп оңай айта аламын. Окей, бұл деңгейдің аты мен білемін. Енді мынандай сұрақтар. Жер мен күннің арасы қанша шақырым? Хорошо. Уже қиналып қалдық, деп кішкене бар сондай. Хорошо, басқа сұрақ қойайын. 245-ті 467-ге көбейтсе қанша? Окей, хорошо. Тоже қиындау, Басқандай сұрақ. Мысалы, Алтын Орда қашан құрылды? Окей. Жаңағы қойған 3 сұраққа да сіздер былай жауап бермедіңіздер. Оның алдындағыдай, демек, белгілі бір таңда бұл деңгей мен білмеймін деп аталады. Мен білмеймін. Бұл жерде кішкене сенімсіздік бар. Яғни білемін, мен білмеймін ғой. Кішкене белгілі бір таңда түсінбеушілік бар. Хорошо деген сияқты. Енді білмейміннен білемге өту үшін не істеу керек? Біріншісі, мен білмеймін. Окей, мен білмеймін. Не істеймін? Google-да ашам, жер мен күннің арасын қараймын. Алтын Орданың қашан құрылғанын қараймын. Деген сияқты. Google-дан қарай саласыз, досыңыздан звондап сұрасам болады, жер мен күннің арасы қанша? Айтып береді. И сізде уже жауап бар. Демек, білмеймін деген деңгейден білемін деген деңгейге өту үшін жай ғана ақпаратты алу керек, қарау керек, танысу керек, көз жеткізу керек. Енді тағы бір деңгей бар. Бұл деңгей өте опасный дейді ғой. Мысалы, мен білем болса, мына жерде мен білмеймін болса, реті бойынша ол мына жерде тұр да бізде. Білемін деп ойлау деп аталады. Немесе білмейтінімді білмеймін деп аталады. Бұл ең төмен деңгей. Бұл деңгейден мен білемін деген деңгейге көтерілу әлде қайда қиын. Білмейміннен білемге көтеріліп бірақ баспалдақ. Бірақ мен өзімнің білмейтінімді білмесем, маған білім алу өте қиын болады. Мысалы, бұл ақпараттың барлығын мен білем деп отыру мүмкін да. Хорошо. Кез келген бір оқуға барған кезде мен білмеймін деген позицияда барам. Және де маған кейін ол затты біліп қайту өте оңай. Ал егер де мен бұның барлығын білем ғой деген сияқты позицияда барсам, маған мен білемге өту, яғни кейін ол білімдерімді әрекетке өткізу өте қиын болады. Сондықтан да кез келген ақпарат келген кезде осы бір шкаламен қарап алыңыздар. Сен білесің ақпарат немесе білмейсің. Білмеу үшін просто білемінге өте салу керек. Окей? Бұл жерде енді кішкене өзімшілдікпен, тәкаппарлықпен қалып қойған адамдар, жаңағы мен білмейтінімді білмеуде қалып қалады. Бірақ егер де біз эксперт болғымыз келсе, көбірек ақша тапқымыз келсе, көбірек білім алғымыз келсе, скилларымызды дамытқымыз келсе, осы заттарды біліп алуымыз керек. Мен білмеймін деген деңгейде тұру, мен тупой дегенді білдірмейді, хорошо? Ең маңыздысы осы. Мысалы, мен қалай светті қою керек екен білмеуім мүмкін. Оны камераның артында отырған жігіт жақсырақ білуі мүмкін. Білем. Бірақ салыстырмалы түрде ол ақылды, мен тупой деген сөз жоқ, Мен маркетинг бойынша көбірек білем. Ол маркетинг бойынша білмеймін де тұрады. То есть, самооценкаларыңызға ұрмау керек. Әркім белгілі бір сұрақтың аясында білем деген деңгейде, және белгілі бір сұрақтардың аясында білмеймін деген деңгейде тұру мүмкін. Ең бірінші бізге жетістікке жетуімізге көмектесетін компетенциямызды, яғни экспертностімізді, скиллдарымызды арттыруға көмектесетін нәрсе бұл білім. Яғни білімді біз үшбұрыштың бір бөлігі деп алайық. Енді үшбұрыштың қалған бөліктері қандай? Біздің күшті эксперт скиллдарымыздың дамуы, бай болуымызға әсер ететін екінші компонент, үшбұрыштың екінші бөлігі бұл жауапкершілік. Көбіміз қоғамда жауапкершілік деген сөзді андай түсінеміз, яғни
маған бір артылған міндет болса, соны орындау, маған бір нәрсе тапсырса, соны жауапкершілікпен қарау, бір жүк деп қабылдаймыз, бар сондай. Біздің нұсқамызда, біздің анықтамамызда, көзқарасымыз қандай? Жауапкершілікке деген ең басты формуласы қандай? Жауапкершілік деген себебін көру. Кез келген нәрсенің себебін көру, өзіңнің себепке айналу. Яғни орысша айтқанда причина дейді. Причинность, яғни. Мысалы, мына жерден су тамшылап жатыр. Мына ковролан су болып қалды. Көрдіңіздер. Енді мына жерге шелек қойып қойсам, және де судың барлығы сол шелекке таматын болса, мәселе шешіледі ме? Әртүрлі сценарийлар бар. Бірақ сұрақ, мына тамшылап тұрған су шелектен, тазиктен немесе печканы қойып қойғаннан бұлар кете ме? Әрине жоқ, әлі тамшылап тұр. Маған үстіне қарап, кондиционермен бірдеңе жасау керек сияқты. Маған қазір мастерді шақырып, кондиционерді ашып, трубаларын жөндеп, сондай бір әрекеттер жасау керек. Дәл сол сияқты сіздер фриланста болған кезде, мысалы сізде клиент болмайды. Сіздер банқылап упаковка жасауларыңыз мүмкін. Мысал үшін, личный бренд дамытуларыңыз мүмкін. Бірақ себебі қай жерде жатыр? Керемет, білмеймін, қалада тұру, күшті, білмеймін, мысалы, видео түсірсең камераның болуы себеп емес. Яғни, ключевой себеп сен өзің. Сен өзің, мен осы өзгерістің себебімін деп, өзіңе бір сондай жауапкершілік дейді, жауап беруің. Яғни, дұрыс жауап беруің. Ключевой нәрсе осы. Яғни, көп адамдар бір жай ғана осының мағынасын дұрыс түсінбегеннен кейін, себебін іздемегеннен кейін, әрдайым жыртвит етіп жүреді. Яғни, мынау жаман, мынау дұрыс емес, мынау былай деген сияқты. Немесе бір нәрсе істеп жүреді, но бір имитация болады, бурный деятельность. Бәр-бәле істеп жүреді, бірақ ключевой себебін көрмейді. Бізде қалыптастыру керек мышление әрдайым себепті іздеу. Және өзің өзгерістің себебі екеніңді түсіну. Хорошо? Окей. Бұл зат болды. Мысалы, білім алудың басты себебі сіз. Енді келесі нәрсе. Мысал үшін, отбасыңа көмектесуің деген жауапкершілікті алуға болады. Яғни бұл жерде біз мен отбасымның гүлденуіне себеп боламын деп біз жауапкершілікті аламыз. Мына жерде груз киіп алмаймыз. Ол бізге қиын болмайды. Когда бізде мен осы өзгерістің себебімін, гүлденуіне әсер етемін, білмеймін, ата-анама көмектесуге әсер етемін, мен себеппін деп біз мойындаған кезде, бізде біліміміз де артады, және де үшінші компонент бар, сол да артады. Бұл жаңағы айтқан жауапкершілік үшбұрыштың екінші бөлігі. Білім, жауапкершілік және үшбұрыштың үшінші қабырғасы. Бұл білім, жауапкершілік және үшбұрыштың үшінші қабырғасы. Бұл контроль деп аталады. Контроль деген сөзді қалай түсінесіз? Бір нәрсені басқара алу, Окей. Контрольді жақсырақ түсіну үшін, андай үш нәрсеге назар аударайық. Бастау, өзгерту және де аяқтау. Контроль осы үш циклдан тұрады. Мысалы, мен примердің барлығын, мысалдың барлығын видеографта айта берейін, сіздер өз салаларыңызға қойып аласыздар. Видеограф сценарийді оқиды, яғни бастап жатыр, істі. Продюсерге айтады, осындай локация керек маған, осындай актерлар керек. Съемочный процесс кезінде, мысалы, светті қойды, әдемі қылып, съемканы өткізді, аяқтау. Монтаж жасайды, красить етеді, суын қояды, әдемі қылады, және де аяқтап тапсырыс берушіге, яғни заказчикке қайтарып береді. Бұл жерде, яғни жәнегі түсірген видеографта бастауы да, өзгертуі де, аяқтауы да оның контролінде. Мысал үшін, әртүрлі мамандар болады, бастайды, өзгертеді, бірақ аяқталмай қалады.
аяқталмай қалады, білмеймін, материалдар жанып кетеді, өткізбей қояды, там уақыт жағынан 1 жылдан кейін кешігіп береді, вообще жоғалып кетеді, аяқтауы жоқ. Кейбіреулерге керісінше бір нәрсені бастау қиын, иә? Мысалы үшін сіздер, егерде өз істеріңіздің маманы болсаңыздар, және дегенде Ақсұлтан Хақашоу кезіндегі Ақсұлтандағы хоббиларыңыз ақырындап жұмысқа өзгере бастаса, неден бастарыңызды білмеуіңіз мүмкін. Так, қай саланы зерттейін, маркетингті зерттейін ба, упаковканы зерттейін ба, личный брендті зерттейін ба, яғни кәсіпте сіздерде контроль жоқ. Яғни бастай алмайсыздар тіпті, өзгерте алмайсыздар, аяқтай алмайсыздар тоже. Осы контроль болуда осы 3 цикл өте маңызды. Мысалы, қашан бізде контроль кетіп қалады? Жаман әдеттерімізді еске алайық. Мысалы, біреу темекі шегеді. Ол жерде қалай? Бастайды, өзгертеді, аяқтайды. Бірақ кейбіреулерінде бастау деген кетіп қалады. Яғни темекі шегіп тұр, өзі қалай темекі шегіп тұрған білмей қалады. Окей, уже контроль ақырындап кетіп бара жатыр да. Немесе керісінше біреу жаман әдетке салынып келеді, оны қоя алмай қалады. И біздің өмірімізде полностью контрольді біз беріп тастағанда, өзімізден ештеңе байланысты болмайтын кез, бұл жаңағы 3 бөліктің 3-і біздің контролімізден кетіп қалу. Яғни, мен бастай алмасам бір нәрсені, өзгерте алмасам, және соңына дейін жеткізе алмасам, бұл ситуация менің контролімде емес, керісінше ситуация мені контролировать етіп тұр деген сөз, иә? Кез келген салада, жаңағындай да, жаман әдеттерімізден күресу үшін біз белгілі бір таңда бір нәрсені қайтарып алу керекпіз өзімізге. Мысалы, темекі шегетін адамды қарастыратын болсақ, бастауымызды қадағалау керекпіз. Өз еркімізбен шегесің бе, шекпейсің бе, соны қарау керек. Немесе өз еркіңмен қоя салу, яғни ситуацияны контрольде ұстау. Түсінікті деп ойлаймын. Бұл үшбұрыштың, тегесің бе? Қалжыңдай. Үшбұрыштың 3-ші қабырғасы. Не болды бізде? Білім болды, жауапкершілік болды және контроль болды. Үшеуі де бір-біріне тығыз байланысты. Мысалы, мен күшті видеограф болғым келеді. Я? Қайтадан соны алайық. Мен видео саласын күшті контролировать еткім келеді. Мысалы, жақсы бастап, жақсы өзгертіп, аяқтап, сол саланы күшті болғым келеді. Осыны скилл қылып мен өміріме енгізу үшін мен білім алсам, менде жауапкершілік өседі, менде сол саладағы контролім өседі. Немесе керісінше, мен жауапкершілік алдым. Мен айттым, болды, ата-анама мен көмектесем, мен бұл істің себебімін деймін. Егерде мен өзіме сондай жауапкершілік алсам, яғни үшбұрыштың бір жақ бұрышын өсірсем, менде, демек, сол жауапкершілігіме сәйкес білім алу басталады. Ізденіс басталады, өседі, және де сол белгілі бір таңдаған саламда контроль өсе бастайды. Яғни, бұл фундаментальный формула. Осы фундаментальный формула бізді жетістікке, байлыққа жеткізеді, және де ең басты ортасындағы осы 3 бұрышты қосқан кездегі зат бізде бұл қабілет. Яғни, бағанаға айтқан қаржылық деген сұраққа енді аударатын болсақ, қаржылық жағдайымызды контролировать ету, сол салада білімнің болуы, және де мен өзгерем, мен бай болам деп өзіңді себепке қою, осы бір белгілі бір таңда үшбұрыштың аясында жүреді бізде. Негізінен біз көбіміз қазір көріп отырған адамдар бағанағы Ақсұлтан сияқты бір істі біледі, бірақ оны қалай ары қарай жақсы айналдырып, байып кету деген жақты білмеуі мүмкін, неден бастарын білмеуі мүмкін. Жалпы кез келген фрилансер болсын, эксперт болсын, бұл ақырындап кішігірім кәсіпкер болып бастау керек. Белгілі бір таңда маркетингті, сатуды, финансыды, команда жинау, найымды білу керек. Осы бөліктердің барлығын біз бағанағы үшбұрыш бойынша дамытамыз, білеміз, көреміз. Пайдалы болды деген үміттемін. Бір ары қарай қорытып алыңыздар, өздеріңіздің өмірлеріңізбен салыстырыңыздар, және де кездескенше.